Қайырлы күн көрермен. Армысыздар ардақты ағайын. Тәуелсіздік күні қарсаңындағы бүгінгі эфиріміз білім саласындағы жетістіктерге, соның ішінде халықаралық болашақ бағдарламасына арналады. Шетелде білім алғыңыз келсе, не болашақпен қалай оқуға түсуге болатыны қызықтырса, экранда көрсетілген 8-771-126-36-27 WhatsApp нөміріне немесе бағдарламаның Instagram парақшасына жолданыңыздар. Бізге жолданған сауалдардың бәріне барынша жауап беруге тырысамыз. Енді әңгімемізді бастамас бұрын тілшілеріміз дайындаған кіріспе сюжетті көріп алайық. Болашақ халықаралық стипендиясы 1993 жылы 5 қарашада Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қаулысымен құрылған еді. Бүгінде 27 жылдың ішінде бағдарлама аясында 13978 стипендия тағайындалған. Қазіргі таңда білім алып жатқан стипендиаттардың басым бөлігі Ұлыбритания, ақш, Канада, Ирландия мемлекеттерінде болса, 6,4% Еуропа, 5,5% Азия елдерінің үздік деген жоғары оқу орындарында оқиды. Ал көршілес Ресей елінде олардың 2,2% білім алуда. Халықаралық бағдарламалар орталығының дерегіне сүйенсек, түлектердің 40% экономика саласында, 20% білім және ғылым саласында, 7% медицина саласында жұмыс істейді. Тәуелсіздік жылдары кідіріссіз, сәтті жүзеге асып келе жатқан болашақ бағдарламасы дамудың бірнеше кезеңдерінен өтті. Ал биылғы жылдың 6 мамырындағы өзгерістерге байланысты тағы да жаңа талап, жаңа ережелер. Енді өтінімдер мен құжаттар онлайн түрде қабылданады. Емтихандар мен тәуелсіз сараптама комиссиясымен сұхбат та онлайн өткізілетін болады. Жаңа талап бойынша кез келген мамандықты таңдай алмайсыз. Қоғамға, нарыққа нақты қажет мамандық бойынша ғана грант ұтып ала аласыз. Яғни болашақ саннан сапаға көшпек. Тәуелсіздіктің білім саласындағы ең басты жетістігі болашақ халықаралық бағдарламасы деп айтсақ, артық айтқандық емес. Біздің еліміз үшін ең күрделі болған 93 жылы қарттарға зейнетақысын бере алмай жатқан кезде мұғалімдер мен дәрігерлерге, әскерилерге айлығын төлей алмай жатқан тұста жастарымыздың әлемнің ең үздік жоғары оқу орындарына жолдама беріліп жатты. Мемлекет әр жас үшін осы 30-40 мың доллар бөліп әр грант иесіне 14 мың жаңа статистика келтірілді, түлек оқып келді делінді. Енді бұл тәуелсіздікпен бірге келе жатқан үлкен бастама, мемлекеттің стратегиялық сондай бір бағыты әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Енді бұған дейін де айтылып жүр, бұндай бағдарлама көп әлем елдерінде жоқ деп. Енді болашақтың өткені белгілі, қазіргі уақытта болашақ осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына қандай жетістікпен, жоспармен келіп отыр. Өзіңізден бастайық, осы сауалды өзіңіз тарқатып берсеңіз. Халықаралық бағдарламалар орталығы президенті Айнұр Бағдатқызы. Қош келдіңіз. Жаңашылдықтар туралы айтыңыз енді. Сәлеметсіздер ме? Біріншіден мен де осы бағдарламаның түлегімін. Осы болашақ бағдарламасының шеңберінде өзімнің шетелдің ең үздік жоғары оқу орнында оқу арманымды жүзеге асыруға осы болашақ бағдарламасы маған көмектесті. Сондықтан мен де түлекпін және осы мәртебемен мақтанамын. Қай жерде оқыдыңыз? Мен Ұлыбританияның мықты экономика мектептерінің бірі болып саналатын Лондон экономика мектебінің түлегімін. Жалпы жаңа өзіңіз дұрыс атап өттіңіз, 93 жылы біздің еліміздің тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында бұл тұңғыш президентіміз елбасының жастарға деген үлкен үмітінің арманының көрсеткіші, еліміз қандай қиын-қыстау заманда өмір сүріп жатқанына тәуекелдерге, саяси тұрғыдан, әлеуметтік экономикалық тұрғыдан тәуекелдерге қарамастан сондай ұзақ мерзімді қажеттілік тұрғысынан маңызды шешім қабылданды. Сол тұрғыдан келгенде 27 жылдық жүзеге асырылу тарихында болашақ халықаралық стипендиясы өзіміздің еліміздің тәуелсіздігінің елбасының адам капиталына инвестициялау, адам капиталын дамыту тұрғысынан ең сәтті стартапы деп айтсақ, ешқандай артық айтпаймыз. Енді Айнұрхан, дәл 30 жыл деп жатырмыз? 27 жыл. Жоқ, тәуелсіздіктің 30 жылдығындағы енді 27 жыл шыны керек үлкен жетістіктерге жеткен, біз сюжетте де айттық, өз сөзіңізбен де толықтырып өттіңіз. Енді жаңа жылға, осы келер жылға қандай жаңашылдықтар бар, қандай жоспарлар бар? Мысалы, біз естіп жатырмыз, талаптар күшейтілді деп. Бұл енді талаптар күшейтілуі, демек, сапаны арттыру ма әлде гранттардың санын азайтуға бір жақсы жоба? Болашақтың саясаты қазір қалай өтеді?
Сұрағыңызға рахмет. Жалпы болашақ қай даму кезеңін алмасақ та бір орында тұрмаған. Әрбір кезеңде еліміздің ішкі нарығындағы қажеттіліктер, мемлекеттік саясаттың басымдықтарына сәйкес жетіліп дамып отырған. 20-шы жылы орын алып жатқан заңнамалық және талаптардың күшейтілу тұрғысынан орын алып жатқан өзгерістер де ол сол қазіргі білім беру саласындағы заманауи үдерістер, жалпы еліміздегі ішкі нарықтағы қажеттіліктер. Соған байланысты өткен жылғы жазда республикалық шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссиясының төрағасы, мемлекеттік хатшы, мемлекет басшысының алдында жалпы болашақ бағдарламасының іске асырылуын жаңа сапалы деңгейге көшіру. Оның әкімдеушісі білім және ғылым министрлігінің халықаралық бағдарламалар орталығын қызметін оңтайландыру. Жалпы мына қазіргі үдерістерге сәйкестендіру тұрғысынан талап қойған болатын. Соның нәтижесінде білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлының басшылығымен үлкен заңнамалық сараптама жұмысы орын алды. Және жаңа өзіңіз бейнероликте көрсеткендей, осы жылғы 6 мамырда үкімет қаулысымен болашақ халықаралық стипендиясының шын мәнінде сөзбен емес іспен іске асырылуын жаңа сапалы деңгейге көшіретін ең маңызды біздің болашақтың ата заңы десек артық айтпаймыз, іріктеу ережесі үкімет қаулысымен қабылданды. Жаңа сіз айтқандай сапа ма сан ба деген сұраққа жауап беретін болсақ, әрине күшейтілген талаптар бұл ең алдымен болашаққа келетін үміткерлердің деңгейін көтеру тұрғысынан талаптардың күшейтілуі. Және адами фактор тәуекелдері деп айтамыз, құжат тапсыру барысындағы, іріктеу барысындағы сол тәуекелдердің барлығын мейлінше азайтып, жойып алдын алу тұрғысынан үлкен кешенді шаралар орындалды. Таратып айтатын болсақ, біріншіден жаңа бейнероликте айтылғандай, құжат қабылдау толық енді электрондық үкімет порталы арқылы жүргізіледі. Одан кейін президент әкімшілігінің арнайы тапсырмасымен біз конкурстық іріктеу барысын президенттік жастар кадр резервіне іріктеу үлгісімен толық автоматтандырдық. Яғни қазір үміткер талапқа сәйкес болуымен қатар Астанаға, Нұр-Сұлтан қаласына арнайы келмей, бұрынғыдай өзінің үйінде отырып, барлығына талапқа сәйкес бағдарламаларды жеке компьютеріне жүктеп, электрондық үкімет арқылы талапқа сәйкес құжаттарды тапсырып, және іріктеу кезеңін толық автоматтандырылған онлайн жүйеде жасақталған іріктеу порталында өтеді. Бұл жерде маңызды сызып айтатын өзгерістердің бірі сапалық тұрғыдан. Бұл бұрын іріктеу кезеңдері 6 кезең болса, олардың адами факторлар тұрғысынан тәуекелдері жоғары 1, 2, 3 кезеңдер қысқартылып, енді үміткер 3-ақ іріктеу кезеңінен өтеді. Біріншісі бұл оның интеллектуалдық, эмоционалдық дәрежесін тексеретін бұл кешенді тесттеу. Бұл жерде де мазмұндық тұрғыдан өте үлкен өзгерістер орын алды. Оны сәті өтіп жатқан үміткер өзінің мамандығы, бағыты, оқу елі жоғары оқу орны бойынша тәуелсіз сараптама комиссия мүшелерімен жеке сұхбатқа шақырылады. Оның бәрі онлайн жүйеде өтіп жатыр. Және қауіпсіздік тұрғысынан көшіріп алу деген сияқты античитинг бағдарламасының орнатылу арқылы мына халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес осы жылы жаңа заңнамаға сәйкес автоматтандырылған жүйеде іріктеу осы 30 қарашада аяқталды. Тағы да маңызды өзгеріс, бұған дейін 19 жылды қосып алғанда болашақ бағдарламасының шеңберінде 7 жеңілдетілген үміткерлер санаттары болған. Оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер, ғылыми педагогикалық қызметкерлер, медиа мәдениет, спорт саласындағы, инженерлік техникалық, олар бәрі бағдарлама шеңберінде конкурстық іріктеуді сәтті өткеннен кейін мемлекеттік бюджет есебінен академиялық оқуларына дейін 2008-2012 жылдар аралығында 1,5 жылға дейін, одан кейін өзгерістерге сәйкес 12-19 жылды қосып алған кезеңде 1 жылға дейін үкімет есебінен алдын ала тілдік дайындықтан өткен.
екен. Содан кейін ғана барып академиялық оқуларына осы үміткерлер санаттарының бәрі жойылды. Жойылды. Бұл дегеніміз конкурстық іріктеу барысында өз бетімен түсу талабы қойылып, барлық үміткерлер тең дәрежеде қатысады деген біз жағдайды қамтамасыз етіп отырмыз. Және тағы да бір айтып өтетін талап, бұл мемлекеттік тілге қойылған талап, және ауылдық жастарға ынталандыру, жастарды ынталандыру тұрғысынан біріншіден мемлекеттік тілге талап бұрынғы А2 деңгейінен 20 жылғы заңнамаға сәйкес Б1 сертификаты деңгейінде өз бетімен тапсырып, ұлттық тестілеу орталығына барлық талап етілген құжаттармен ең кемінде талап етілген Б1 сертификатын қамтамасыз етіп тапсыру. Алып келу керек. Сондықтан болашақ бағдарламасының іске асырылуының барлық бағытында дерлік 20 жылдан бастап талаптар күшейтілгендіктен, және болашақ бағдарламасына үміткер бұл қатардағы жай ғана азамат емес, бұл ұлтына жанашыр, мемлекетшіл, алған білімін еліне оралып, еліміздің игілігіне жарататын бірегей азаматтар болғандықтан, оларға да мемлекеттік тіл білімі бойынша енді болашақтың мына техникалық басқа да детальдар туралы, жаңалықтар туралы алдағы уақытта тағы айтамыз деген ойдамыз. Енді арамызда Сапарбай Жұбаев мырза, белгілі экономист, осы болашақ бағдарламасын түлек екен. Біреу білсе, біреу білмес. Швейцарияда өтіпсіз, тағылымдамада. Швейцариядан оқыған, енді жасыңызға, сондай үлкен тәжірибеңізге қарамастан, бұл біз үшін де үлкен бір қызық жаңалық болып отыр, Нұрсұлтан. Сізге қарап біз де оқуымыз керек ау деген бір ойға келіп отырмыз. Өте дұрыс. Не дейсіз енді осы болашақ және тәуелсіздік деген? Енді мен бұл мынау әрине мынау болашақ бұл былай егер де тарихтан айтып қарайтын болсақ, біздің мынау 20-шы ғасырдың басында да көп бір қайраткерлеріміз осы шетелге барып тәжірибе алмастырып келген адамдардың ортасынан шыққанын біз білеміз. Көп адамдар сол Европадағы оқып келгеннен кейін, мен мынау Орталық Азияның сәл біраз тарихын білемін да, мәселен сол кездегі Түркістан Республикасынан өте көп жастарды осы жерде бір қызық нәрсе, әлгі меценаттардың ақшасына Европаға оқытқан. Олар кейінгі біздің егемендігімізді, біздің елдігімізді әлемге паш еткізіп, сол елді басқаруды алға жылжытуға әрекет етеді деген. Әрине, олардың енді бір өкінішке орай совет дәуіріндегі талапқа орай олардың барлығы жаңа 37 жылдарда шейіт болып кетті. Ал енді бүгінгі күнде біздің егемендікте сол тәжірибені қолданып, мынау 13 мың адамды оқытқанымыз біздің еліміздің алға жылжуына, дамуына әсер етеді деген мен факторды айтарым. Бұл ең бірінші біз осыны көз алдымызға келтіріп, жаңағы дамыған мемлекеттердің тәжірибесін көріп келген адамдар жұмыс істесе, ол өте бір басқаша болады. Мәселен, осы жерде отырып қаншалықты оқығаныңмен, мен бір қызық фактор айтайын. Жаңағы Швейцарияда Монтре қаласында оқығанымда, көшеде бір Қытайдың ішінде жүрген дейсің. Болмасам Қытайда қандай күшті оқу орындары бар. Мен жаңағы қыздардан сұрасам, жаңағы Монтреның төбе жағында бір гостиничный мейманхана бір жоғары оқу орны бар екен. Сол жерде Қытайдан бір 2000-3000 студент оқиды екен. Мен қайран қалдым, айттым, сендерді кім оқытып жатыр? Мемлекет оқытып жатыр дейді. Ал өздерінде де бар ғой, осы не мейманхананы білмей қалыңдар ма десем, жоқ, біз дейді Европаның бәрін аралап көреміз де, дәл осыны біз егерде өзімізге апаратын болсақ, өте алға жылжиды. Сондықтан мен енді бұл тек қана болашақ емес, өте дұрыс айтып жатыр. Біздегі кейбір мүмкіндігі бар адамдар өздерінің ақшасына да оқуы мүмкін. Кейін біздің жастар әсіресе қаладағылар, шет тілін жақсы білетіндер, әлгі көп бір Айрекс деген, Фулбрайт деген көп осындай қорлар бар. Соларды ұтып алып та оқып жатқандары бар. Болашақ бұл мемлекеттің өзінің жаңа тікелей бір мақсаты үшін оқытылады. Осы жерде өте дұрыс айтты қазір Айнұр ханым, ауылдық жастарды оқыту мәселесін біз және қаттырақ күшейтуіміз керек, оларды көбейтуді күшейтуіміз керек. Мен тілегім осы. Бізде Мағжан Қыстаубаев мырза отыр. Мағжан мырза, сізден бастайық. Енді сіздің мамандығыңыз өте қызық екен, ядролық инженерия. Пенсильванияда оқығансыз. Бүгінде осы салада қызмет атқарасыз ба, ядролық инженерияда? Тікелей сатқарам деп айту қиын, себебі Қазақстанда атомды реактор жоқ. Өкінішке орай. Бірақ та сол кезде шетелде оқыған мамандық, алған тәжірибе күнделікті қолданыста деп ойлаймын. Неге? Өйткені мәселен, енді білім бәр жерде бір деп айтсақ та болады, себебі Ньютон заңын сіз қалай Қазақстанда оқысаңыз, тура солай ақш-та да оқисыз. Бұл жерде ең басты мәселе ол емес, ең басты мәселе этика.
Білімге деген этика, ақшта оны integrity деп те айтады. Integrity деген сіздің академиялық, бұл айтқанда өзіңіздің ниетіңіз. Сабақты қалай оқисыз, жұмысты қалай атқарасыз деген сияқты. Әрине материалды техникалық базадан салыстыруға келмейді Қазақстан мен шетелді. Бірақ та сол жерде үйренген заттар теориялық болсын, практикада іс бойы жүздегі қолданған нәрселерді, ол күнделікті қолданысқа. Мысалы, терең жасаған, үйренген, егер техникалық мамандыққа айтатын болсақ, мен қазір білім саласында жұмыс істей отыра, өзіміздің бірнеше кітаптардың авторы болып келемін. Өзіміз STEM, Science, Technology, Engineering және Mathematics бағыты бойынша біраз мектептерді жабықтап, мұғалімдерді оқытудамыз, балаларды оқытудамыз. Сонымен қатар одан бөлек өзіміз интерактивті геймификация арқылы дейміз, бұл айтқанда балаға ақпаратты беру жолдарын іздестіру арқасында өзіміздің продуктты даярлап, соны экспорттау барысында. Сондықтан бұл жерде міндетті түрде менің ойымша оқыған нәрсені келіп мында жасау деген ондай не жоқ, талап жоқ. Ең бастысы бұл қазақ еліне деген қайтып бір еңбегіңді сіңіру. Бұл айтқанда мен де бір кірпішімді тауып, соны қалағым келіп отыр. Енді Мағжан, сіз Алматы қаласында, жоғары оқу орнын бітіріп, немесе қай өңірде жоғары оқу орнын бітіріп, кейін барып сол болашақпен түстіңіз бе, әлде мектептен бірден барып бакалавр арқылы сол болашақпен кетіп қалдыңыз ба? Әдетте бакалаврды 4 жылда алатын болса, мен 8 жылда алдым. Себебі Казгуда 3 жыл оқыдым, бірінші жыл тапсырдым, ағылшыннан құладым, өтпедім. Сөйтіп дайындалып келесі жыл тапсырдым. TOEFL PBT болатын еді ол кезде, сөйтіп өтіп. Ол кезде болашақ тілдік курсқа жіберетін еді, ақшқа. Сөйтіп ол жерде бір 15 айдай оқып, TOEFL сертификатын өте жақсы тапсырып, 6 оқу орнына түстім. Сол жерде соң арасынан таңдаған менің мамандығым бойынша ақшта 4-ші орында тұрған Пенсильвания мемлекеттік университеті болды, себебі өздерінде кішкентай исследовательдік реактор болды, 1 мегаваттық. Сол жерде лабораториялық жұмыстар атқарып, сөйтіп оқып келдім. Яғни практиканың бәрін көрдім дейсіз ғой. Енді арамыздағы Мыңжылқы Бердіқожаев мырзаны әңгімеге тартып отырсақ, енді медицина қазір енді пандемияға байланысты өте актуалды тақырыптардың бірі, бүкіл әлемде, Қазақстанда ғана емес. Енді сіз осы медицина саласы бойынша сыртта білім алдыңыз, қазір жемісті қызмет етіп жатырсыз. Біздің талай бағдарламамызға Skype арқылы қосылып пікір білдірдіңіз, қазір енді тікелей студиямызға келіп отырсыз. Рахмет дейміз. Енді болашақтың осы біздің дәрігерлерді дайындаудағы рөлі қандай? Жалпы болашақтың осы 30 жылда тәуелсіздікке берген пайдасы не сіздің ойыңызша? Менің ойымша, болашақ бағдарламасының жалпы біздің медицинаға қосқан үлесі айтып таусуға болмайды. Өйткені Нұр-Сұлтан қаласында медициналық холдинг бар. Ол холдингта жұмыс істеп жатқан дәрігерлердің егер басым бөлігін алатын болсақ, олардың барлығы осы бағдарлама бойынша бітіріп келген түлектер. Дәрігерлер көп па бізде? Дәрігерлер көп. Егер кардиохирургия, нейрохирургия орталығын, сосын ана мен бала орталығын алатын болсақ, ол жерде қолы басы бар жігіттердің, қыздардың басым көпшілігі осы бағдарламамен Ресейде оқыған, шетелде оқып келген жігіттер, қыздар. Және олардың бүгінгі таңда жасап жатқан жұмысы, ол бағдарламаның бірнеше ондаған жылдарға алдына қарай жасаған инвестиция, адами инвестициясы ретінде қабылдауға болады. Енді жаңа Айнұр ханым айтып жатыр, 800-ге жуық дәрігер оқып келді деп. Бұл енді жаңа 14 мыңның ішінде кәдімгідей салмағы бар екен. Егер былай қарайтын болсақ, нейрохирургия орталығы Нұр-Сұлтан қаласында 2008 жылы ашылған болатын. Мен өзім сол 2008 жылы бітіріп келдім. Одан кейін бізде өзіміздің жергілікті мамандар, резиденттер келіп дайындықтан өте бастады. Өз басым 2015-дің аяғына дейін сол жерде жұмыс істедім. Өзімнің шетелден, Ресейден басында, одан кейін Германия, Израильден алып келген білімімді сол түлектерге, резиденттерге толықтай үйретіп кетуге мүмкіндігім болды. Сондықтан, егер 800 адам оқудан өткен болса, олар қазіргі таңда мыңдаған адамды дайындап шығарды.
Иә, әрине. Рұқсат етсеңіздер, Әрине. Мыңжылқының несіне қоса кетейін дегенім, Әрине. жалпы енді 27 жылдық кезеңде 800-ге жуық Қазақстанның азаматы медицина, денсаулық саласында болашақ бағдарламасының шеңберінде оқыған. Оның 585-і іс жүзіндегі дәрігерлер. Мыңжылқымен Практиктер ғой, иә, практиктер Маратты қосқанда. Қосқанда. Және біз осы жалпы мына коронавирустық инфекцияның жаппай таралуы басталғалы бері қоғамда, медиа кеңістікте, әлеуметтік желілерде болашақ бағдарламасының тиімділігі. Жалпы барлық сол 14 мыңға жуық азаматты оқытуға салынған инвестицияның қайтарымы жөнінде сұрақтар жиілей түсті. Сол тұрғыдан келгенде біз медицина, денсаулық сақтау саласын сараптағанда сапалық санды тұрғыдан әрбір 585 дәрігердің өзінің тәжірибесін, алған білімін қалай жаратып жатыр дегенде біз оны олар 1000 есе, 10 мың есе қайтарып үлгергендер. Өйткені мысалға Мыңжылқы Бердіқожаев сандық тұрғыдан 1000-нан аса күрделі жаңағы бас миға операция жасалған. Күрделі операциялар жасалған. Олардың мысалға шетелдегі әрбір операцияның бағасын алып, сол жасаған операцияның санына біз жай ғана қарапайым арифметиканы қолданатын болсақ, мысалға, олар кезінде олардың оқытылуына жұмсалған инвестицияны бірнеше жыл бұрын қайтарып үлгергендер. Ал сапалық тұрғыдан бұл азаматтар өздерінің еңбек етіп жатқан ауруханаларында, бөлімшелерінде алған білімдерін, мысалға, Марат Мыңжылқыда жуырда елімізді аралап, Мыңжылқы Таразда болды. Марат Батыс Қазақстанда әртүрлі соңғы медицина саласындағы заманауи үдерістерді жергілікті нейрохирургия саласындағы дәрігерлерге операция жасап көрсетті. Бұл сапалық тұрғыдан жағы көп әсер беретін, мамандардың біліктілігін арттыру, өз білімін, тәжірибесінің трансфертін өздерінің мысалдарымен тарату тұрғысынан бұл сапалық эффект медицина саласында ешқандай күмән келтірмейтін, толығымен расталатын мысал. Жақсы. Сөзіңіз аузыңызда, енді құрметті көрермен, тікелей эфир болғаннан кейін, бағдарлама болғаннан кейін бізде шағын жарнама. Жарнамадан кейін студиямызда тағы да біздің болашақ бағдарламасы түлектері, елімізге қызмет жасап жүрген азаматтар да келетін болады. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін бағдарламасы, бүгін студияда болашақ бағдарламасы, жеткен жетістіктері, нәтижелері, болашаққа бағдары. Бүгін студиямызда тағы да нейрохирург Марат Саршаев мырза, студиямызда қош келдіңіз. Сіздің тағы бір ерекшелігіңіз, енді болашақтың түлегінен бөлек Қазақстанның 100 жаңа есім ұлттық жобасының жеңімпаз екенсіз. Солай ғой? 8 қырлы, 1 сырлы деген осы ғой. Иә, бірінші болашақ туралы айтып өтсеңіз. Қалай түстіңіз, неліктен осы саланы таңдадыңыз? Мен осы Астанада медициналық университетте оқып жүрген кезде осы бір болашақ мен үшін арман болатын. Сөйтіп бітіре келе документтерімді, құжаттарымды тапсырып көрейін деп сондай бір ой келді. Барып тапсырдым, одан кейін емтихандардан өттім, барлығынан жақсы тапсырып, бір кезде қоңырау шалады. Болашақ бағдарламасынан сіз түстіңіз Мәскеу қаласына Николай Нилович Бурденко атындағы ғылыми зерттеу нейрохирургия орталығы бар. Ол ТМД аймағында ең бір үздік мықты бір нейрохирургия орталығы. Қуана киім-кешекті жинап Мәскеуге аттандым. Барып, ол жақтағы неше түрлі күрделі оталарды көріп, үйреніп, ол жақтағы нейрохирургия саласын зерттеп қыр-сырын. Сөйтіп, сол жерде оқып жүріп, 2010-2012 жылы аралығында клиникалық ординаторларға бір тапсырма береді тақырып бойынша. Сол қорғау керек сол тақырыпты. Сол кезде біз енді 60 шақты бір ординаторлар жиналып отырамыз. Әркім өзінің тақырыптарын талқылайды, жаңа қорғайды. Профессорлар оны қабылдайды. Сол жерде енді
бітірген кезде, бітіріп жатқан кезде өзім тақырыбымды қорғап ең үздік қорған болып не алғам, жаңағы үздік болып шықтыңыз ғой, үздік мақтау иегері болдым. Барлығы келіп құттықтап айтып, осы Қазақстаннан келген деп қазақ жігіт басқаларға қарағанда үздік тапсырды деп. Оның барлығы былайша қарайтын болсаңыз, енді болашақ бағдарламасының бір бізге берген мүмкіндік алдында бір мен үшін арман сияқты еді, бір сәтте ғана барып сондай бір мақтауға ие болдым. Енді жақсы, осы күнге дейін мысалы айтып жатыр, 2019 жылы 2,5 мың операция жасады деп бізге мәлімет беріп жатыр. Мыңжылық мырза, сіз 5 мың. Қазір 5 мың. Сізде жалпы осы күнге дейін операция қанша? Сіз қанша жасадыңыз? Менің тәжірибем, егер алатын болсақ, жалпы тәжірибе, сол клиникалық ординатураны алатын болсақ, 10 жыл. 10 жылдың ішінде 2000-ға жуық ота жасадым. Тамаша. Ол сол Бурданкада үйреніп келген, сол жерде жүрген кезде бір мен үшін бір арман болатын, күрделі заманауи технологиямен жасалынатын, микроскопиялық микроскоппен, мүмкін емес сияқты профессорлар жасап жатқан операцияны қазіргі таңда біз осы Қазақстанда соны меңгеріп жасап жатыр. Енді 20 сағаттық операцияларды қатысқансыз. 20 сағаттық операция болады, 10 сағаттық операция болады. Негізі нейрохирургияның өзінде бір орта уақыты отаның 3-4 сағат. Бізде енді нейрохирургия десе Серік Ақшолақов бізде бірден ойға оралады. Бірақ мына азаматтарды көріп отырып, мен одан кейінгі буында өте күшті деген толқын, жаңа толқын. Мен осы жерде бір нәрсені айтпақшымын. Осы кезінде мен Ташкентте жүргенімде мынандай нәрсені естуші едік. Қазақстанда әлгі медицина 90-шы жылдарда онша емес деп жаңағы Қырғызстанға, Ташкентке адамдар барушы еді. Қазіргі күнде Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Қазақстанға осы біздің Астанаға келіп жатыр адамдар. Осы жігіттердің арқасында. Нейрохирургия, жүрек аурулары басқа ең күрделі ғой бұл. Мысалы, шетелдің өзінде емделу ол өте қымбат. Мысалы, квотамен біздің қарапайым ауылдағы адамдарда осы жігіттердің арқасында, мына болашақ бағдарламасының арқасында емделіп, қатарға қосылып, мысалы, үлкен кісілер аман есен өзінің немерелерінің қасында, балаларының қасында енді өмір сүріп жатыр. Дәрігерлер деп жатырмыз. Бізді көріп отқан жастар әсіресе осы медицина мамандығын таңдаймын, болашақта сіздер сияқты боламын деген сияқты енді бағдарлама кішігірім, сіз биографиялық тұрған өмір баяндарыңызды айтып жатсыздар. Енді осындай жастарға болашақта болашақпен оқуға түскім келетін деген жастарға қандай ақыл кеңестеріңіз бар? Не істеу керек, нені бірінші кезекте алға қою керек? Тіл ма, әлде басқа ма, қалай? Әрине, тіл демекші қазір барлығы медицина саласы өте жылдам даму үстінде. Тек қана нейрохирургия емес, барлық саласында ол үлгеріп отыру керек. Жаңалықтар бар, жаңашылдықтар бар, заманауи жаңа технологиялар бар. Оның барлығын үлгеріп, қарап, меңгеріп отыру керек. Оның барлығы батыстан келет бізге бірінші Америкадан, оған тіл керек. Оны сол публикацияларды оқып, түсіну үшін, меңгеріп тұру үшін. Енді медицина туралы жан-жақты айттық. Енді арамызда Сағидолла Баймұрат деген жаңа қонағымыз келіп отыр. Ұлыбританияда білім алдыңыз, қателеспесем. Осы заң саласын, енді Британия заңда дүниеде бірінші деп айтуға болады ғой енді. Біздің құқықтық жүйе, заң саласы қаншалықты өзгеріп келе жатыр? Осы салаға біздің болашақтың түлектері үлес қоса алып жүр ме қазіргі уақытта? Ең бірінші мынадай нәрсені түсіну керек. Неге заңгерлер бұрында мынандай престижный мамандық болды ғой? Тәуелсіздік алғаннан бері. Қазір Айнұр ханым өтірік айтқызбайды. Қазір заңгерлер қысқартты. Азайды ма? Берілмейді жаңағы стипендия. Ол дұрыс бір жағынан. Сол кезде тәуелсіздік алғаннан бері бізде Қазақстанда халықаралық құқық бойынша мықты заңгерлер болған жоқ. Ол біріншіден мына жария құқық дейміз, мемлекет пен мемлекет арасында келіссөздер жүргізетін заңгерлер аз болды. Екінші, ол мына жеке құқық дейміз, халықаралық трансграничный компаниялармен, мәселен, мұнайды сатқан кезде инвестор ақшаны салатын болса, мұнайдың ақшасын сатқаннан соны бөліседі. Соны контрактты қалай жасау керегін ешкім білген жоқ. Демек, соған көп заңгерлер барды, оқыды, үйренді, содан кейін қазір олар көп. Мен оқуға 2017 түскен кезде менің конкуренциям мысалы көп мұнайға. Мен мұнай газ жаққа барған жоқпын қазір, мысалы, қарап отырсақ.
шын мәнінде ол керек болды, оның үлкен үлесі бар. Қазір де ол заңгерлер жұмысын істеп келе жатыр, бір-бірімен конкуренция жасап жатыр. Біреулер инвесторға көмектеседі, біреу үкіметке көмектеседі, біздің жергілікті компаниялар көмектеседі. Тамаша, бұл жерде үлкен үлесін көруге болады. Бірақ менің қандай өзімнің заңгерлік мынау? Сіздің бағытыңыз қандай? Менің бағытым қандай? Мен жалпы юрфакқа түскен кезде, заң факультетіне түскен кезде ең бір мәселені көрдім да, заң факультетіне түстің бе, сен болашағың бұлыңғыр. Білмейсің қайда баратың. Сен танысың, не болмаса, сен қайда баратың білмейсің. Сөйтсе кім қайда барамыз дейді, бәрі ойлайды. Прокурор боламын дейді, КМБ боламын дейді, судья боламын құрылымға кіріп кетуі мүмкін. Тағы саған сондай сияқты. Адвокат болуы. Бірақ мен сондай бір адамдарға бір консультация жасап, сондай бір не тапқым келді. Кетігім сондай бір жерде тапқым келді. Сөйтіп мен осы компанияға кірдім. Бұл өзімнің историясы бар, бұл жерге бөлек айтармын. Содан кейін осы компанияға кіргеннен кейін біраз жұмыс істедім, консультация беру не екенін түсіндім. Бірақ та мен осы өзімнің өткен бір талай қиындықтан өттік, волонтер болдық, жұмыс істедік, сосын осы компанияға жұмысқа кірдік. Енді ары қарай өсу керек, жұмысын жалғастыру керек. Білім жетпейді. Мен бакалаврды оқыдым, содан кейін магистратурада оқыдым. 6 жыл оқыдым Қазақстанда. Содан кейін сол 6 жыл оқудан кейін болашақ бағдарламасына түстім 2017 жылы. Мен сіз кәдімгі практик болып жүріп, біраз практик болып жүріп барып, көргеннен кейін, мына жақтағы білімнің кемшіліктерін көргеннен кейін, практикадағы кемшіліктерді көргеннен кейін оқуға түстім. Мен өтірік айтпай қояйын, мен мұғалімден тыңдысын, мен әр уақытта айтып жүремін, ренжімесін. Мен 6 жыл университетте оқығаным, Қазақстандағы. Англиядағы 1 жыл оқығанмен тең келеді. Англияда артық болады деп мен айта аламын. Мен ашық айтуым керек. Себебі онсыз болмаса білім өзгермейді. Ол нені көрсетеді? Бұл төмен білім болатын болса, бізде жалпы консультация беретін заңгерлердің біліктілігі төмен. Сәйкесінше сізге, маған, басқа адамдарға болсын, заң көмегін беретін адамдардың сапасы төмен болады. Ол ақыр соңында неге алып келеді? Ол білмейді, дүкенде сатып алса, оны алдап кетсе не болатынын білмейді. Қылмыскер қылып айыптаса не істеу керектігін білмейді. Тағы көп сұрақтар туындайды. Сол үшін біз мына ой келді, бір идея келді, жақсы сапасын заң көмегін сапасын көтерейік деген. Қалай көтереміз? Ол үшін біз көп мына талантты балдар жинауымыз керек та. Соның арқасында біз мына 2017 жылы оқып келген болсам, тек 2019 жылы былтыр жас заңгер палатасын құрдым. Оның мақсаты не? Бұл жаңағы Англиядан көріп алған жүйе, ол практикаға бірден балдарды тарту, сол практика арқылы сапалы қызметін көрсету. Оларда әрине ментор керек, мен сияқты біреу керек, тағы біреу керек. Сол жүйені енгіздік. Биыл мысалға біз 1000-нан астам адамға тегін заң көмегін көрсеттік жас заңгер палатасы аясында. Осы жобаны енгізе отырып. Сол студенттер жұмыс істеді, олар қазір арнайы стипендия бөлдік. Біз мысалы кеше ғана жарияладық арнайы стипендияны 4 студентке. Соның келесі жылы мысалға өздерінің қосымша алып жүрген стипендиясына оқуына керек болатын мынандай қосымша жалақы болады. Мысалға сол арқылы біз ол Англияда бар ондай жүйе. Сол арқылы мына біздің құқықтық санамызды, құқықтық мәдениетімізді көтереміз ба деген мақсатымыз болды. Олдың ала сол мақсатты жүзеге асырып жүр. Тамаша, енді құқықтық мемлекет дегеннің өзі әркімнің өзінің құқығы мен жауапкершілігін білу арқылы қалыптасады ғой. Енді мен бір сұрақ қойғым келіп отыр, Айнұр ханым, қазір мына педагогика ұстаздарды дайындау өте маңызды. Жаңа медицинаны айттық, заң саласын айттық. Осы 2020-2021 жылдары алдағы уақытта ұстаздарды дайындауға қаншалықты мән беріліп отыр? Себебі мына жігіттерге қарасақ, бұлардың түп негізінде жақсы мектеп, жақсы алынған білім, сосын болашақ болып тұр ғой. Сол ұстаздарға қаншалықты мән беріп отыр? Жалпы болашақ бағдарламасының шеңберінде 27 жылда 1000-нан астам Қазақстан азаматы ғылыми педагогикалық қызметкер санатымен оқып, қазір білім беру саласының әр деңгейінде басшылық болсын, мұғалімдік болсын, орта мектеп басшысы болсын, қызмет етіп жатқан азаматтар алған білімін ел игілігіне жаратып. 20-шы жылы енді біз бүкіл әлем болып Қазақстанды қосқанда күтпеген ерекше жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Сол тұрғыдан келгенде наурыз айынан бастап біз жаңа енді тәуекелдер пайда болды. Сол кезеңде болашақ бағдарламасын біз талқылаған жаңа заңнаманы жасақтап жатқан кезең еді. Соның ішінде 20-шы жылғы жаңа конкурсқа басымды мамандықтар тізімі де сол кезеңге жасақтау барысы да сол кезеңге сәйкес келді. Еліміз үшін наурыз айының ортасынан бері қай салада мамандар тапшы? Денсаулық сақтау, медицина саласы, білім беру саласында бүкіл бастауыш, орта мектеп, жоғары білім бәрі қашықтан оқу форматына көшірілді. Сол тұрғыдан келгенде жаңа технологиялармен жұмыс істеу, мұғалімдер жұмыс істеуге дайын болды ма? Сол барлық жаңа тәуекелдер сараланып, әрине 20-шы жылғы басымды мамандықтар тізімінде басымдылық тұрғысынан осы медицина, денсаулық сақтау,
Оның ішінде иммунология, реабилитология, Маратпен мыңжылқы өкілі болып табылатын нейрохирургия, кардиохирургия, онкология сияқты мамандықтар. Және екінші басымдылық бұл білім беру саласы. Жаңа Мағжан атап өткен STEM, ғылым, математика, инжиниринг саласындағы мамандарды дайындау. Қашықтан оқыту тәсілдерін бойынша мамандықтар, білім беру саласындағы басқару. Осы мамандықтар табиғи тұрғыдан олар жаңағы уақыт талабына сәйкес басымды мамандықтарға нысанды қажеттілік ретінде кірді. Демек мұғалімдер әрдайым сіздердің басыңызда және тағылымдама шеңберінде де білім беру саласына ерекше назар бөлінуде. Өте жақсы екен. Енді былай жасайық, қазір біз болашақтағы әртүрлі бағыт бойынша сөйлесіп жатырмыз. Халықтың пікірі қандай екен? Болашақ туралы хабардар ма, ойы қандай, сауалнама жүргізген едік? Соны бір көріп алайық, сосын сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің мемлекетті басқарып отырғандардың ішінен шыққандар да бар болашақтан. Оның несі зор деп ойлаймын. Басында оңай болған сияқты өтісуге, қазір талаптары жоғары. Америка немесе Норвегияға болады, Канадаға болады. Университет оқып жүрген кезде қызыққан болған, бірақ шамам келмеді. Құжат жинауы қиын, содан кейін шетелге кету үшін өзінің басындағы үйді жылжымайтын мүлікті залогқа қою керек. Білмеймін енді нақты, бірақ айтып жатады ғой таныстарымыздың балалар түсіп жатады әйтеуір болашаққа. Білеміз ғой, жағдай барлар оқитын білеміз ғой. Шынымен солай деп ойлаймыз да, на самом деле тек байдың балаларына қана доступны нәрсе сияқты, бізде өкіметте көп нәрселер ақшасы барларға қана доступны, қарапайым адамдарға көп нәрсе қолжетімсіз болып келеді. Мінекей, құрметті көрермендер, қазір ғана халықтың пікірін білдік. Әсіресе осы материалдың ең соңында айтылған бір пікірге тоқталғымыз келіп отыр. Бұл қалталы жастардың, қалталы отбасылардың мүмкіндігі, соларға берілетін көбінесе сондай бір жағдай деп айтып. Бұған байланысты не дейсіз? Мен жасым үлкен болғаннан кейін мен бастайын. Әрине халық айтқаннан кейін бекерге айтпайды. Растанда осы болашаққа оқу кезінде мен жаңағы барған балдарды қазір университетте, мынау Қазақ технология бизнес университетінде оқытам. Болашаққа кім барды, кім келді дегенде, растанда қаладағы жаңағы қалталы азаматтар өздерінің балдарын ағылшын тіліне үйрете алған адамдар көбірек барады. Себебі конкурс бар ғой. Олар жаңағы университетпен байланысты жасай алады қалада отырғаннан кейін. Сөйтіп оларға барып келу, жаңағы қаражаты, жаңағы үйін залог дейді, соны қою мәселелерін оңай шешеді, олар растан әрекет жасайды. Ал енді мен оны бағана айттым. Өзінің ақшасына, болмасам жаңа халықаралық бір қорларды ұтып алып та баратындар көп. Ал енді мына болашақты біз осы халықтың қалай десем екен, сол қалталы емес, талантты жастарды, ауылдың талантты жастарына бұруымыз керек. Әрине бұның бір жолы да бар, жаңағы қазақ тілінен емтихан өте қиын. Мәселен, мен өзім осы қазақ мектебін бітіріп жаңағы жүргенімде тек қана журналистер мен әдебиетшілерден ғана ұтылдым да, 136 ма алыппын. Жаңағы 140 па 150 мүмкіндіктен. Сондықтан ауыл жастарына сол мүмкіндігі ғана бар. Ал енді ағылшын тілі басқаларына осы болашақ өзінше әрекет жасау. Енді Айнұр ханымның пікірін тыңдайық. Жалпы енді 20-шы жылға сәйкес мен бұл оймен келіспес едім. Неге десеңіздер, осы пандемия басталуға дейін, осы жылдың басында мен өңірлерді аралап бастадым. Соның ішінде Шығыс Қазақстан, Атырау облысы. Сонда байқағаным, өкінішке орай ақпараттың жеткіліксіздігі. Болашақ бағдарламасының шеңберінде қолға алынып жатқан жаңа талаптар, өзгерістер жөнінде ақпарат өте көп біле бермейді. Және мысалға бағдарламаның бірінші жүзеге асырылу кезеңіне тиесілі бір ескі, қазіргі таңда шындыққа сәйкес емес стереотиптер жалпы қоғамда, аймақтарда басымдау. Сондықтан біз болашақтың ресми әкімдеуші ретінде халықаралық бағдарламалар орталығының негізгі қазіргі мақсаты ең алдымен ол стереотиптердің шындыққа сәйкес еместігін, ақпаратты толыққанды жеткізу. Және мысалға қалталы деп жатыр, ауқатты отбасылардың балалары деп жатыр. Қазіргі таңда мысалға жай ғана статистиканы келтірсек, осы жылды қосып алғанда 14.033
еліміздің азаматы стипендия егер атанған. Олардың 11 мыңға жуығы бәріміз мына Сағидолла, Марат, Мыңжылқы, мені сізді қосып алғанда бағдарламаның түлектеріміз. Осы жерде бәріміз қарапайым отбасынан шыққанбыз. Мысалға мен алатын болсақ, мен Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Құмжиек ауылының тумасымын. Ауылдан шыққан. Менің бірінші арманым Әл-Фараби атындағы Казгу. Сол кезде түсу арман болды. Сол жерде оқып, мен бәсекелес ортаға түскеннен кейін, мен өзімнің біліміме, күшіме сеніп, сол кезде болашақ бағдарламасы туралы егжей-тегжейлі оқып біліп, өзімнің күшіме сеніп, арманымның болашақ арқылы жүзеге асырылатынына мен сендім. Сондықтан қазіргі таңда барлық мүмкіндіктер жасалған. Жаңа айтып жатыр, кезеңдер қиын, мен күшім жетпеді деп. Бұл жерде жаңа сіздер айтып жатсыздар, жастарды болашаққа қатысушын қалай ынталандыру керек деп жатырсыздар. Ең алдымен өз күшіңе, біліміңе сенген, арнайы алдын ала дайындалған азаматтарға болашақтың конкурстық іріктеу барынша ашық, әділ. Сосын жаңа біздің әріптесіміз сіз айтып жатырсыз, ауыл жастарын ынталандыру керек деп. Ауыл жастары үшін, мысалға, осы жылы жаңа іріктеу ережесіне сәйкес біз Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің арнайы тапсырмасымен ауылдық жастарын болашақ шеңберінде конкурстық іріктеуге барынша қатысуға ынталандыру мақсатында оларды жалғыз ғана ашық конкурс, жалпы конкурсқа шеңберінде қатысатын үміткерлер санаты ретінде енгіздік. Бұл дегеніміз, олар талаптарға сәйкес басымды мамандық бойынша құжаттарды тапсырады, конкурстық іріктеуді сәтті өтсе, академиялық оқуына дейін Қазақстан аумағында 6 айға дейін шет тілі таңдаған оқу еліне байланысты шет тілі бойынша алдын ала тілдік дайындықтан өтеді. Сондықтан ауылдық жастарға тек ақпаратты тиісті толыққанды жеткізу керек. Бір стереотип сондай мен осы жерде енді әрине Айнұр ханым айтқандарымен келісемін, бірақ бүгінгі күндегі жағдай сәл басқашалау. Себебі, осы 2011 жылдан бастап, мынау бакалавриаттан жаңағы өзінің күшімен университетке түскен жігіттердің барлығын, жас қыздарды тоқтатып қойдық та, біз магистратура, докторантураға түсетіндерді ғана болашаққа жіберуге бір пайдалы деп шешім шығардық. Ал енді өкінішке орай, енді мен жоғары білім саласында істегенім үшін айтайын, магистратура мен докторантураға тек қана қалталылар кіреді. Өте аз. Бір исключительный адам кіретіміз. Сондықтан оларды әлі не допускает близко ұзақтан, жаңа орысша айтқанда. Сондықтан бұл қалпын айтып атқан. Енді бұл жерде бұл диалектикалық нәрсе ғой, ғылым деген. Жаңа мысалға жылжымайтын мүлікті кепілдікке қою бір жаңағы не, ол да бір үлкен қиындық деп айтады. Сол тұрғыдан келгенде мысалға ауыл жастарына жасалған жағдайлардың біреуі, олар конкурстық іріктеуді сәтті өтіп жатса, Қазақстан аумағында 6 айға дейін алдын ала тілдік дайындықтан өтеді. Және енді ауылдық жерлерде жылжымайтын мүліктің нарықтық бағамы бәрібір оқуға жұмсалатын қаражаттан біраз төмен ғой. Сол тұрғыдан келгенде оларға ынталандыру жағдайы жасалған. Олар жылжымайтын мүлік емес, мысалға жеке тұлға болып табылатын кепілдігерді қоя алады. Мысалы, ата-анасы болсын, туысқаны болсын, сол ауылдан шыққан мысалға мектептің басшысы болсын, жеке тұлғаны кепілдігер ретінде қоя алады. Бұл да ауылдық жастарды болашақ шеңберінде конкурсқа қатысуға ынталандыратын маңызды өзгерістердің бір. Мектеп директорына дейін кепілге қойып? Жоқ, жеке тұлға болып табылатын азаматтар. Мен жалпы айтып жатқаным ғой. Бізде көрерменге түсінікті болсын, мысалы ол бала, енді көп жағдайда сонда естіп жатамыз, яғни оқуын сәтсіз аяқтап жатса, Қазақстанға оралмай қойса деген сияқты кепілдеме. Сол ата-анасы, мектептегі басшылар, олар не экономикалық жағынан, заңдық жағынан меніңше оншалықты бір. Енді Мыңжылқы мырзаны тыңдайықшы, сізді тыңдайық. Мен айтайын деген цифрмен айтқым келіп тұр, болашақ бағдарламасының қандай артықшылықтары бар. Мен оқуға түскен кезде 2015 жыл. Ол языковой курс және магистратураның бір жылын санадыңыз. Сол кезде гарант не жаңағы мүлікті залогқа қою керек болды. Однокомнатный квартирамыз болды. Кішкентай ғана бөлме, сол 13 миллионға бағаланды. Менің оқуым шамамен сондай бағаға болды, 13 миллиондай болды. Ол сол кезде, қараңыз, мен оқуға түстім, мен оқуды 6 ай оқыдым. Ол менің тұруым, ан жақта күнделікті ішетін тамағым, және сол университетке төлейтін ақша. Және де мен тағы бір жыл оқыдым. Университеттің оқуы шамамен шетелдік Англияда оқитындарға 23 мың фунт. Санаңыз. Сосын мен тұруым бар тағы да, ай сайынғы төлейтін. Ол сіздің жаңа кепіліңізден де... Енді қараңыз, 2015 жылы мен оқуға түскенде қанша рет курс өзгерді?
мен келген кезде маған мынандай құжат берді, маған қанша ақша түскенін. Қанша ойлайсыз, маған қанша ақша кетті үкіметтен? Сізді оқыту үшін, 32 миллион теңге кетті. Маған мен грантқа мен жаңағы тек қана үйде 13 миллион қойдым. Көрдіңіз бе? Маған ешкім болашақ бағдарламасы, Айнұр Қарбозова ханым маған ешкім айтқан жоқ. Саған көп ақша төлеп қойдық. Үстінен тағы айтар деп. Менің мақсатым қазір осы 5 жылда сол ненің осы елімізде еңбек етіп соны жұмыс істеу ғана. Өзіңізге жұмыс істейсіз ғой. Жұмыс істеу, салық төлемейсіз одан қосымша мысалы үшін. Толықтай өзің қалай өмір сүре аласың, солай өмір сүр, саған ешкім ештеңе демейді. Мамандығың бойынша жұмыс істе. Енді бұл жерде жаңағы, Мыңжылдық мырзаны тыңдайықшы. Енді халықтың арасында неше түрлі ойлар болады ғой. Бір жағынан қарайтын болсақ, болашақ коррупция бар ол жерде түсе алмайсың деп. Бірақ өз басым, папам мен мамам пенсионер, зейнеткерлер. 2008 жылы түсетін кезде 3000 грант ондай көлемде бұрын бөлінбеген. Сондай грант бөлінеді, бізді ректор шақырып айтқан болатын, мен 6-шы курс бітірген кезім. Сонда келіп мен досым бар, жүріп кеттік тапсырайық деген кезде, ол жерден өте алмайсың, ол жерде. Сіз өзіңіз сенбедіңіз, Жоқ, мен досым айттым. Досыңыз сенбеді. Сосын мен оған айттым, жарайды, 3000-ның ішінде 2700-і 90% ақша төлесін. Бірақ 10% білімі бар адамдар доллар жіберуге алатын шығар, бізге бір мүмкіндік. Қазіргі логика ғой қоғамдағы. Енді құжаттарын тапсырдым, жаңа Сағидолла да айтып отыр ғой. Мен әке-шешем тұрып жатқан квартира бардың, бір бөлмелі Қарағанды қаласында. Соны залогқа қойып, оқуға кеттім. Әрине басында қиын болды, бірақ алыс шет елмен салыстырғанда Ресей Федерациясында тек орыс тілін білсе жеткілікті. Сондықтан маған аса қатты қиындыққа түскен жоқ. Марат мырза, сіз айтыңыз енді, сізде қалай болды бұл мүмкіндіктер? Бірден туындады ма, әлде сіз алдын ала білдіңіз, тапсырдыңыз, өтіп кеттіңіз? Жоқ, менде қазір қарсымын осы пікірлерге, ой пікірге. Өйткені мен өзім сендім, толықтай сендім, ешқандай бір күмән болған жоқ. Бірақ үйге келіп әкеме айтқан кезде Москваға мен құжаттарын тапсырып жатырмын болашақ бағдарламасына деген кезде кішкене сенімсіздікпен қарады. Мүмкін тоже сондай бір ой болды ма? Түсе аласың ба? Мүмкін жаңағы енді біз 7 жыл оқимыз ғой. 7 жыл оқимыз, ол енді аз емес, 5 жыл емес, 4 жыл емес. Мүмкін сен енді қарапайым отбасы болғаннан кейін мүмкін жұмыс істеп бірінші бастайсың, кішкене айлық аласың деген сияқты. Айлықты битіп, жаңағы, қойып, және білімді қойған кезде мен бірінші білімді алдым. Мен ойымша, мен ұтылған жоқсыз, керісінше? Қателескен жоқпын деп ойлаймын. Сіз де барып қайттыңыз ғой, болашақпен. Сіз байсыз ба? Енді мен осыған бір сәл түсінбеушілікті басын ашып айтайын. Жаңағы қалталы деп айтып жатыр ғой, сөйтейік, мүмкіндігі. Сіз онда қалталы болып тұрсыз. Мәселен, мен ағылшын тілін оқуыма, балдарымды оқытуға өте көп ақша жұмсаймын. Әрине. Ал енді ауылдағы балдар, егерде талантты, мен кейбірақтарда университетке келген кезде ауылдан бір самородоктар келеді да. Енді оларды, бірақ олар жаңағы тілді білмейді. Ал тілді білу үшін ол жаңағы бір 50 мың 40 мың беріп жаңағы репетиторға баруға, IELTS тапсыруға, жаңағы TOEFL-ді тапсыруға мүмкін. Демек біздің елде енді ағылшын тілін жаппай енгізу керек. Өмірді қалталыларға беріп қойып, біз енді ауылдың бaldарын Сапарбай мырза, біз енді алдағы уақытта болашақтың мәселесін, оны жетілдіру жолдарын былай қоғамдық талқылау, ашық әңгіме ретінде тағы бір хабарлар арнайық. Себебі өкінішке қарай бізге берілген уақытта соңына жетіп қалған екен. Енді хабарымыздың басында айттық, 30 жылдық тәуелсіздікпен бірге болашақтың да 27 жылдық тарихы бірге келе жатыр. Осы тәуелсіздікке болашақтың түлектері үлкен үлес қосып отыр деп айттық. Енді осы мерекенің алдында ертең 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Сол 30 жылдық тәуелсіздігіміздің қарсаңында сіз елімізге, жерімізге қандай тілек тілейсіздер, қандай ниеттеріңіз бар, соны айту бір жеткізу мүмкіндігі бар біздің хабарды пайдаланып. Сондықтан Сапарбай мырза өзіңізден үлкен ретінде, ағамыз ретінде сөз сұраймыз, сосын ары қарай жалғастырайық. Бай болайық. Растанда бұл тәуелсіздік бұл біздің қазақ халқына өте үлкен мүмкіндіктер берді. Әрине қиындықтармен бірге. Ал соны біздің қазақ халқы, мен енді ашық айтайын, мынау байырғы Совет республикалары ішінде бірінші, екінші орында өте жақсы дамып, өте жақсы мүмкіндіктерге жеттік. Экономикалық даму болсын, басқа салаларда дамып
болып кетіп жатырмыз. Ал сол жастардың арқасында, жаңа болашақтың арқасында да өте үлкен үлесі бар. Мен айтар едім, осы біздің жастар еш нәрседен қорықпастан әрекет жасап, осы шетелдегі тәжірибелерді оқып, Қазақстанды алға жылжыта беру керек, дамыта беру керек. Айнұр ханым? Айнұр ханым, иә. Мен де Сапарбай ағаның айтқанына қосыламын. Елімізді тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің туы қай кезде де биік желбіреп, тұғыры нық болсын. Жақсы. Сайдулла мырза. Ақыл, білім, қабілеттерімізді еліміздің дамуына, қоғамымыздың дамуына жұмсайық деп бәрін шақырамын. Құтты болсын тәуелсіздік. Керемет. Тәуелсіздік құтты болсын. Болашақ бағдарламасы тоқтамасын, сіздерге сәттілік тілейміз, мүмкіндіктері кеңейе берсін. Сол осы мүмкіндікті Қазақстанымыздағы ең мықты жасқа қарамай, жастар болсын, жасқа да қарамай, сол мүмкіндікті дұрыс пайдалана білетіндей. Жас шектеуі жоқ, 20-шы жылдан бастап. Бұл тамаша жаңалық, иә. Енді тәуелсіздік күні барлығымызға құт береке берсін. Бірінші айта кететін нәрсе, біз осы жерде жиналып, қазақша, қазақ тілінде өз ойымызды білдіртіп отырмыз. Сол менің ойымша, мына тәуелсіздіктің ең басты атрибуты. Қалған нәрсені енді халқымыз 29 жылдан асып кетті ғой. Шетелге де шығып жатырмыз. Бұрын болса, бұндай мүмкіндік болмас па еді. Қазақтың баласы шетелге жаңағы ақш, Канадада, Англияда оқып жатқан. Соның барлығына қол жеткізіп отырмыз. Осы бағдарламаға үлкен рахмет айтамыз. Халқымызға рахмет айтамыз. Тамаша. Жақсы, енді студия қонақтарына алғыс білдіреміз. Біздің мақсатымыз дәл осындай тамаша болашақ бағдарламасы түлектерін шақырып, мысал ретінде өскелең ұрпаққа, жас буынға көрсету, мотивация беру, және еліміздегі өзіңіз айтпақшы тамаша бір ерекше стартаптың жемісін көрсете білу. Қолымыздан келді деп ойлаймын. Сіздерге амандық, денсаулық тілеймін. Тәуелсіздік күні құтты болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Осындай тамаша тілекпен бағдарламамызды аяқтаймыз. Қазақ әрқашан өз баласын оқытуға тырысқан. Болашақ бағдарламасы сол дәстүрдің игі бір жалғасы. Алдағы уақытта да қазақ елі өзінің жастарын оқытып, тәуелсіздігін баянды етуге, осы жастардың күш қуатын, білімін пайдалана береді деген ниетпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Және тәуелсіздік мерекесі құтты болсын дейміз.